Оқушыларды мойындатып әріптестерді сыйластығына бөлену үшін не істеу керек? Ол үшін мұғалім оны қоршаған барлық жандарға құрметпен қарап, әр сабақты ерекше әдіспен қызықты әрі қайталанбастай өткізу қажет. Бұл қасиет фильмнің бас кейіпкері Ди Мырзаның бойынан табылады. Фильмнің сюжеті тосыннан орын алады. Жаңадан келген ұстаздың шынайы бейнесі ашу барысында Мэтт оның өмірге, өз мамандығы мен оқушыларға деген көзқарасын өзгертетін қасиетке ие болады. Уорнер Мэтт мырза өз оқушыларын түсіне бастайды. Олардың өмірмен танысады. Ди Мырзаның сабақ беру ерекше тәсілдерімен сүйенеді. Әрбір оқушысының бойында ерекше қабілеттер мен қасиеттерді көре бастайды. Фильмдегі нағыз ұстаз бейнесі жарқын, көрнекі, сапалы бейнеленген. Не істеп жатқаныңызды уайымдамаңыз, қандай адам екеніңізді уайымдаңыз. Білім алу нағыз ғажап құбылыс. Тек қана алға деген тіркестер көрерменнің көңілінен шыққан сөзсіз. Бұл тіркестер таңдаған жолда сенімді әрі тура жүруге бағыттайды.